Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Білім Бренд каналы. Бүгінгі видеомызда қартаю процесін баяулататын және иммунитетті күшейтетін витамин жайлы айтып кететін боламыз. С витаминін 1928 жылы венгер ғалымы Альберт Сент-Дьерди ашқан. Бұл витамин суда еритін мононуклеид, адам ағзасында түзілмейді. Сол үшін табиғи жағдайда жемістер, көкөністер және әртүрлі тағамдық қоспалар мен медициналық дәрілер арқылы адам ағзасына түсіп отырады. Тәуліктік қажеттілік ересектер үшін 50 мен 100 мг арасы, ал балалар үшін 35 пен 50 мг арасын құрайды. С витамин адам ағзасында бірнеше қызметтер атқарады. Соның бірінші қызметі коллаген түзілуіне қатысады. Ғалымдар 40 пен 74 жас аралығында 4000 әйелге эксперимент жүргізген. Олар С витаминін тұрақты және үнемі қабылдап отырған. Оларды басқа әйелдермен салыстыра келе, оларда терінің құрғауы, ажымдердің пайда болуы және қартаю белгілері төмендеген. Себебі С витамині адам ағзасында коллаген түзілуіне қатысады, ал ол өз кезегінде тері, байлам, сіңір, сүйек, қан және қан тамырларға беріктілік пен серпімділік береді. Соның нәтижесінде қан тамырының қабырғасы нығайып, ол жараның жазылуын жылдамдатып, қабынудың алдын алады. Екінші қызметі витаминдер мен минералды заттардың адам ағзасына сіңірілуін жақсартады. Мысалы, 3 валентті темірді 2 валентті темірге ауыстырып, оны ішек арқылы сіңірілуін жақсартады. Үшінші қызметі антиоксиданттық қызмет. Антиоксидант адам ағзасына зиян келтіретін бос радикалдардан қорғайды. Бос радикалдар адам ағзасындағы биохимиялық процесстер нәтижесінде түзіледі. Мысалы, темекі шегу, спирттік ішімдіктерді қолдану, бактериялық және вирустық аурулармен ауыру, нашар экология, дұрыс емес тамақтану, стресс және гиподинамияда түзіледі. Бос радикалдар рак, жүрек қан тамыр аурулары, диабет, көз аурулары, артриттер және тағы басқа ауруларға алып келеді. Осындай аурулардың алдын алу үшін адам ағзасында антиоксиданттық қызмет бар. Ол қызмет жасушалардың қалпына келуін дұрыстайды, физикалық жұмысқа қабілеттілік жақсарады, қартаюды баяулатады, иммунитетті күшейтеді, зат алмасуды дұрыстайды, жүрек қан тамыр ауруларын төмендетеді. Мысалы, инсультке шалдығуды 43%-ға дейін төмендетеді. Төртінші қызмет иммунитетті жақсартады. Витамин С фагоциттердің түзілуіне себепші болады. Олардың қызметі микроорганизмдерді жою. Яғни сіз витамин С-ны қабылдау арқылы грипп және ЖРВИ сияқты аурулармен сирек ауыратын боласыз. С витаминінің жеткіліксіздігіне тоқталатын болсақ, витамин С адам ағзасында жеткіліксіздік кезінде әлсіздік, оймен және физикалық жұмыс қабілетінің төмендеуі, жаурағыштық, ұйқышылдық немесе ұйқысының бұзылуы, тәбетінің төмендеуі, шашының өсуінің төмендеуі, депрессия, қызыл иектің ісінуі және қанауы және ауруларға шалдығу жоғарылайды. Мысалы, тыныс алу жүйесінің аурулары, ОРВИ, грипп секілді аурулар. Витамин С-ның толық жеткіліксіздігі цинга ауруына алып келеді. С витаминінің жоғарылауына келетін болсақ, витамин С адам ағзасында ешқашан шектен тыс жоғарылап кетпейді. Егер ол қанда кішігірім жоғарылайтын болса, зәр арқылы шығып кетеді. Егер ішекте кішігірім жоғарылайтын болса, диарея пайда болады. Бірақ С витамині адам ағзасына әртүрлі тағамдық қоспалар арқылы түсетін болса, бүйректе тас пайда болуына алып келеді. С витамині бар жеміс жидектер мен көкөністерді сілтілі ортада қуыруға, ұзақ қайнатуға және металлды ыдыстарды пайдалануға болмайды. Себебі оның көп мөлшері ыдырап кетеді. Ендігі слайдтарда Қазақстан Республикасы бойынша ең көп тараған жеміс жидектер мен көкөністердегі С витаминінің құрамын көрсететін боламыз.